Тарихта Ибрахим ибн Адхам есімді әулие кісі өткен. Бір күні Басра қаласының базарының жанынан өтіп бара жатса, адамдар жиналып оған: «Уа, Абу Исхақ, біз қанша дұға жасасақ та, дұғамыз қабыл болмауының сыры неде?» деп сұраған екен. Сонда Ибрахим ибн Адхам былай деп жауап беріпті: «Өйткені жүректерің мына 10 нәрсенің кесірінен өлген. Алла тағаланы таныдыңдар, бірақ оған бойұсынбайсыңдар. Пайғамбарымызды саллаллаху алейхи уассаламды танисыңдар, оны жақсы көретіндіктеріңді айтасыңдар, бірақ оның сүннетімен жүрмейсіңдер. Құран оқисыңдар, бірақ Құрандағыны амалға асырмайсыңдар. Алла тағаланың нығметін жейсіңдер, бірақ ол үшін оған шүкір етпейсіңдер. Шайтанның дұшпан екендігін айтасыңдар, бірақ оған қарсы әрекетте болмайсыңдар. Пейіштің хақ екендігіне сенесіңдер, бірақ оған кіру үшін амал жасамайсыңдар. Тозақтың хақ екендігіне сенесіңдер, бірақ оған жетелер істерден қашпайсыңдар. Өлімнің хақ екендігін білесіңдер, бірақ оған дайындық та жасамайсыңдар. Ұйқыдан тұрасыңдар да адамдардың кемшіліктерін іздейсіңдер, бірақ өздеріңнің кемшіліктеріңді ұмытасыңдар. Мәйіттеріңді көмесіңдер, бірақ одан ғибрат алмайсыңдар» деген екен. Бұл әңгіме Ибрахим ибн Адхамның досы, шәкірті Сопы Шахих ибн Ибрахим тарапынан нақыл етілген. Каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар.